Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 28 мамыр 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағыттан әңгімемізді жүргізіп келе жатырмыз. Композициялық әрекетімізде рухани туу, кемел болу, әруақты болу деген жағдайда жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді құрметті әлеумет, біз өткен жолы сіздерге көрсетіп қояйық, мынау ата-бабаларымыздың келбеті деп. Бұл жақта өзіміздің салған бейне. Міне осылармен ара қатынасы қандай байланысы бар деген кезде, жаңағы біз айтып отырған 7 қасиеттердің бойларында сақталу нәтижесінде бүгінгі жетіп отырғанымызды көріп отырмыз. Мұны сол бізді бір ата-бабамыздың жолын, рухани үлгісін көрсетіп, бізді бүгінгі жеткізіп отырған сол саналық қуат, яғни аруақ екенін байқадыңыздар. Бұл сіздердің күн кейіптеріңіз сол ата-бабамыздың күн кейіпінен айнымайтын ұқтыңыздар. Сіздердің осы күн кейіп бейнелеріңізбен әдемі болып жүргендеріңізді бізді қуантады. Яғни сіздер біршама рухани мәнде рухани жаңғыру мәселесіне дайын болып қалғансыздар деп ойлаймыз. Өйткені біз бірінші ролигімізден бастап бүгінгі дейін ретімен ақырындап әңгімемізді жалғастырып келе жатырмыз. Ал бүгінгі мәселеміз біз мынау алдымыздағы суретті ала тұрып, бүгінгі Алматы оқиғасына байланысты, қырғын жағдайына байланысты елімізде өзгеріп жатқан саяси науқанға көңіл аудармақпыз. Яғни міне аз ғана уақыт қалды. Амандық болса, енді аз уақыттың ішінде жағдай белгілі болады. Ол референдум мәселесі. Қотабан биліктің елді алдаусыратып өздерінің әрекеттерін өткізу, яғни ата заңға, конституцияға өздерінің жаңағы елді алдаусыратқан, алдай беретін, өз билігінен айырылмайтын, өз жүйесін жүргізе беретін мәселелерді ендіру. Бұл шетелге, яғни басқа елдерге өздерінің байланыс жасап жатқан демократиялық елдерге елімізде қандай өзгерістер болып жатқан, қандай демократия орнап жатқанын көрсету мақсатындағы көзбояушылық әрекеттер деп түсінерсіздер. Оны жалғыз біз емес, барлық ақпарат беттерінде бұл әңгіме болып отыр. Ресми ақпарат беттерінде ғана ондай жағдай айтылмай жатыр. Енді оны біз кішкене бұл мәселеге көңіліміз толмай күдікпен қарайтынымыз, яғни пессимизммен қарайтынымыз, бұл алдағы биліктің көрсетіп кеткен әрекеттерінен туындап отыр.
Олардың әрекеті енді ол алдағы билік деп жаңа Назарбаевтың іс әрекетін айтпақпыз. Олардың әрекеті міне Назарбаевтың іс әрекеті, яғни биліктің әрекеті бүгінде бізді рухани тоқырау жағдайына ғана қалдырған жоқ. Жалпы біздің рухани әлемімізді түгел жойып қана қойған жоқ. Экономикалық, әлеуметтік мәселемізді тұралатып кеткен көріп отырсыздар. Бұл арнайы жүргізілген жағдай деп ойлаймыз. Себебі ол кісінің ешқандай өзіне айтылған сындарға жауап бермей, бір қалыпты бір мүддесін ойлап, тіке жаңағыдай көш жүреді, ит үреді деген мағынада ештеңені елең етпей жасап кеткен іс-әрекеті. Бұл іс-әрекет ары да әлі де жалғасуда. Өйткені ол ойлайтынымыз уже оның қалдырған іздері бәрімізге белгілі. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, ақпарат беттерінен өздерінің активтерін, яғни қызметкерлерін, министрлерді жинап алып айтқан сөзі: сіздер менің етегімнен ұстамасаңыздар бәрін қойсыздар деген атақты сөзін бәріңіз білесіздер. Ол ел алдында ешкімнен қымсынбай, батыл түрде сіздер не істейсіздер дегендей мағынада ешкімге былайша айтпай елеңдемей айтқан, өз-өзіне сенген адамның кейпін байқатып жасаған әрекеті. Енді сол сияқты міне соның етегіне жабысқан биліктегілер әлі жабысып отқан көрсетіп отыр. Өйткені оның сондай жеңіске жеткенін бәрі біліп отыр. Біліп отқаны бір себебін айтсақ, ол мынандай көріністерден табады. Билік әлі 5-10 жылға, 5-6 жылға, 7 жылға өздерін билік басында ұстап, сол Назарбаевтың аманатын орындауға тырысады. Қазіргі әрекеттер тек соның аманатын орындау ісі ғана. Өйтетініміз жаңағы іс-әрекеттерін көріп отырсыздар. Енді Назарбаевтың өзінің жаңағы қанасынан шыққан ұлдарының жетіліп өскен жағдайынан сөз етпекпіз. Себебі ол отбасында жақсы, сенімді әке-шеше болды деп айта алмаймыз. Себебі өзінің қосағын сондай жағдайда қалдырып, үшінші әйел алып, одан ұл тудыру мәселесі. Яғни қазір бүгін білесіздер, ақпарат беттерінде бәрінде бар. Жаңағы ютубтан да көрсеңіздер, жаңағы интернеттен де көріп іздесеңіздер табасыздар. Оның ұлды болулары, 2 ұлы бар. Біріншісі үлкені Нұрсұлтанұлы Тауман деп аталады екен, 2005 жыл туған. Одан кішісі жаңа Нұрсұлтан Байкен деген баласы, ол 2008 жылдар туған екен. Міне бұл балаларда өсіп жетілген түрі бар. 17 жаста үлкені. Енді 5 жылда амандық болса, ол саясатқа араласады. Одан кейін інісі дайын тұр. Міне осыларға ол елді сонша қорлап, менсінбей тонауы елдің, жердің байлығын. Әрқайсымыздың еншіміз бар, ата-бабаларымыз қан төккен жерді байлығын солай ештеңе елең етпей тонауы, сөйтіп шетелге асырып қаражат жинауы миллиардтаған. Бұл сол болашақтағы балалардың жасайтын іс-әрекетіне қам жасағаны болу керек деп түсінеміз. Себебі міне олар саясатқа араласса, бүгінгі билік алдап сулап, ел тағы да бір соза тұрса, осы билік сақтап, міне соның көрінісі болып тұр. Яғни олар келсе, елдің жағдайы қандай болады дегенде, бұл балалардың айтып кететін аманаты сол өзі қалай елді тұқыртты, қалай жағдай сүрді, сол әрекетте болу керек деп біз ойлаймыз. Өйткені барлық нәтижелер сондай болып тұр. Ал енді ол сонда қандай адам деген кезде сонша жау болатындай, қазақ еліне, өз халқына деп ойласақ, біз ойлаймыз, күдігіміз айқындалып келе жатыр. Ол шынымен де қазақ еліне жау адамдардан болып тұрған сияқты. Өйткені ол тарихтан белгілі ата жау жоңғар деп айтып отыр бәрі. Соның тұқымы болуы да мүмкін қалмақтар, жаулардың. Өйткені бұл енді сонша аямай елді тону әрекеттері, мәдениетке, тілге мән бермеуі, бүгінгі дейін келіп осындай жағдайға жеткізуі, сондай қаскөйлердің
әрекет екені көрініп тұр. Яғни біздің соны біліп көріп отырған биліктің сатқындықтар бәрін сатып алып, бәрін билігін жүргізіп отырған осы адам енді болашақта әлде осындай өзінің ізбасарлар арқылы ісін жалғастыра бермек. Сөйтіп өзінің іс-әрекеттерін жеңіспен аяқтамақ деп ойлаймыз. Ол адамдар кезінде деп есептеген жақында енді ол туралы батырлық эпостық жырларын жазады деп есептейміз. Агар да шынымен бұл кісі жау болатын болса, бұның істеп отқандары ата кекті қайтару мақсатында істері дұрыс. Бұл нағыз батыр болып шығады. Айламен, қутабандықпен бір елді жоқ қылған жайы енді бұл үшін батырлық. Яғни бір елдің, жоғалып кеткен елдің эпостық жыр болып, олар қайтадан жандануға тырысады. Ал қазақ елі оған кінәлі тек өзің болып қалады. Өз себебі өздерінің шежіреміз бар, мықты еліміз, халқымыз деп отырған әрекеттің бәрі, яғни мәңгүртке түсіп, бәрі ұмытылғанын көрсетеді. Ішіне жау ендіріп алғанын байқамай қалды. Яғни мен оны руластар жөнінде айтып отқанымды түсініп отырсыздар. Ол айтатын себебіміз өйткені ел ішінде біраз трайбализмдік әрекеттерден туындаған біраз айтыстар болды. Соның қылмысына қатысты әрекеттерде осы белгілі бір рулар, сол кісінің өзін жатқызып келген рулары кінәлі деп айтқан жағдайлар болды. Яғни бұл ондай кінә қою оларға біз ойлаймыз кішкене жөні бар, негізі бар деп. Себебі біз айтып отырған жағдайдай оны басқа ата жау болған күнде де ру кінәлі болады. Агар олай болмай өзіміздің қандасымыз болып сол руға жататын болған күннің өзінде де кінәлі. Өйткені тентектерін, ұрлықшыларын олар қазақ ру жүздері жоғары жібермеген. Оларды дер кезінде айыбын салып, өздері-ақ жауапты іс-әрекеттерін алып тастап отырған. Өйткені ол өз халқының, өз таңбасын, өз руластарына, өз жүздеріне салған қара таңба ретінде есептелген. Сондай болдырмас үшін ертерек өз айыптарын өздері біліп, ондай жағдайға шығармай отырған әрекетінің арқасында біз бүгінге жетіп отырмыз. Сондықтан бұл шежірелік түзілімді, тәртіпті дұрыс орындамаған болып есептелгендіктен бұлардың бәрі кінәлі болып қалатыны анық. Ал ондай болып жатқан жағдай ол адамға шетелге кетіп ұрлыққалық жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Өйткені ол өзінің іштегі жаман негізгі ойын, мүддесін орындап кетті. Ол қанағаттанған адам, ол тоқмейілі адам болып отыр. Сондықтан бір 30 жылдың ішінде ол көптеген нәрселер істеп, елді жерге кіргізіп, осындай жағдайға жетіп отыр. Міне соған байланысты біздің айтайын дегеніміз, құрметті әлеумет, бұл бүгінгі биліктің әрекеті сол аманатын орындап, ара соза түсу, сол жүйені елді алап соза түсу, сол болашақта соның мұрагерлерін осы елге келтіріп таққа отырғызу әрекеті деп ойлаймыз. Міне соған ондай жағдайда мынау мұрагерге аманат тапсырып отырған адамның іс-әрекетін жалғайтын мұрагерлер болатын болса, онда қазақтың еліміздің былайша айтқанда жағдайы ешқашан жақсармайтынын көріп отырсыздар. Онда бұдан да қиын әрекеттерге түседі. Өйткені еліміздегі сахадылар қаптап, неше түрлі әрекеттерге бөліп, дұрдараз болатын шаққа жақын тұрған, от тастаса лап ете қалайын деп тұрған саяси, әлеуметтік, рухани жағдай, экономикалық жағдай сондайға мүмкіндік тауып тұр. Бұл бәрі болашақта кімнің, Назарбаевтың біздің елге жасап кеткен, қойып кеткен жарылғыштары, яғни миналар деп есептесеңіздер болады. Ол болмағында осы жарылыстар дайын тұр жарылу. Сондықтан біз рухани жөнделіп, өзіміздің ата мұра, яғни әруақтық, адамдық қалпымызға келіп,
еліміздің шаңырағын түземесек, іргесін мықтылап қалап. Құрметті әлеумет, біздің жағдайымыз аса қуантатын жағдай емес. Сол себептен де бүгінгі енді болатын референдумға сіздердің дайындықтарыңыз қандай? Күн мейірімді, күн келбеттеріңізбен қарасаңыздар, осы кемшіліктің бәрін сіздер де жақсы анық көресіздер деп ойлаймын. Яғни біз шешетін, не істейтін әрекетімізді біз өткен жолы айттық. Біз барамыз, жаңағы биліктің ұсынған ұсыныстарын бәрін сызып тастаймыз деп. Бірақ біз аз ғана адамдар болғандықтан, одан нәтиже шыға ма жоқ па, оны өздеріңіз білесіздер. Егер де көбейіп, осы айтқандар дұрыс-ау деп ойласаңыздар, біздің істегендей әрекеттер істеп, артында заңдылығына қарап байқайсыздар деп ойлаймыз. Енді бұл әрекеттерде, құрметті әлеумет, негізі қылмысқа бататын топ жаңағы мұғалімдер болайын деп тұр. Мұғалімдер, полициялар, КНБ-лар, қауіпсіздік комитетінің адамдары, прокурорлар ең бірінші. Егер осылар сондай әрекеттермен осы өкіметтік жүйені ұсыныстарын өткізу әрекеттерін жасаса, сондайға жол ашса, онда міне осындай дайын қылмыстық әрекеттер алдарыңызда дайын тұр. Міне осыны айтатын, оларға дәлелдейтін кімдер болады, мойындататын кімдер болады деген жағдайға келсек, құрметті әлеумет, әрқайсыларыңыз белсенді жауапты болуларыңыз керек іс әрекеттеріңізге, ой түйсіктеріңізге. Біздің бүгінгі айтайын дегеніміз осы. Құрметті әлеумет, көріскенше аман сау болып тұрыңыздар.